Мұхаммед пайғамбардың 5-ші қатқа көтерілуі. Пайғамбар 5-ші қаттың қақпасын бісміллә деп ашты. Бұл жер көздің жауыналардай өте әдемі екен. Көз тояр емес. Суреттеп айтуға теңеу жоқ. Ғажайып раушан нұры төгіліп тұр. Жақұт сынды асыл тастармен безендірілген екен. Тәңірі тағала бұл аспанды күміспен өрнектепті. Жер бетіндегі күллі сұлулық, әдемілік, сымбаттылық, әсемдік, таңғажайып, тамашалық, мөлдірлік, тұнықтық, сүйіспеншілік, махаббат бәрі осы жерде орналасыпты. Сол кезде Жебірейіл бұл қабатты сұлулық мекені деп атайды. Әлемдегі сұлулық осы жерде жасалады деді. Бұл көктің періштесі Садырайыл екен. Ол пайғамбарға сәлем берді. Ол сұлулық әлемін таныстырды. Сұлулық пайғамбарды еріксіз мас қылды. Садырайыл періште: «Әй Алланың сүйікті досы, дүниеге келетін әр сәбиге түр реңді осы көктен жібереміз. Қаласаң үмбетіңе сұлулықты аямай төгейік. Бірінен бір асқан келбетті болсын» деді. Пайғамбар сұлулыққа бір сәт қарап тұрды да: «Сырт сұлулығы адамға опа бермес. Үмбетімнің ішкі дүниесі көрікті болғанын қалаймын» деді. Сол кезде Садырайыл: «Әй Мұхаммед, сен Алланың мақтауына тұрарлық жансың. Дұрыс таңдау жасадың. Үмбетіңнің жан сарайы таза болса, біз оның өзін де, ұрпағын да сұлулардың қатарынан етеміз. Олар қияметте де көркем бейнеде тіріледі» деді. Бұл көкте Жүсіп, Жақып, Жүніс пайғамбарлар мекендейді. Жүсіп шашы бұйра, ұзын бойлы, аққұба жүзді, үлкен көзді, ат жақты, қою қасты, толық білекті, мығым сүйекті адам екен. Күлкісінен нұр, еріндерінен сәуле шығып тұр. Олар Мұхаммедпен сұхбаттасып отырып қалды. Кетерінде Жүсіп пайғамбар: «Ей Мұхаммед, үмбетіңе өсиетім бар. Өзін өзгеден артық санамасын, сұлумын деп паңданбасын. Мен Кенғанда жүргенде сұлулығыма қарап, көңілім өсетін. Бәсіме баға жетпес деп ойлаушы едім. Бірақ Мысырда менің құным бір бақырға татымады. Сол кезде тәубе еттім» деді. Мұхаммед пайғамбар олармен қоштасып, жоғары қарай өрлей берді. Бір кезде сәждеде жатқан бір топ періштені көрді. Сол кезде Жебірейіл: «Үмбетіңнің ішінде әділ ел билеген басшылар болады. Бірақ олар уақытында құлшылық ете алмайды. Мүмкіндігі болмайды. Құлшылығы жоқ сауап құмға сіңген судай жоғалады. Бұл періштелер әділетті басшылардың сауабы жоғалмасын деп, күні-түні олар үшін құлшылық етеді. Тілеуін тілейді» деді. Пайғамбар көңілденіп қалды. Сол кезде Жебірейіл: «Бірақ Мұхаммед, бұл періштелердің ұнатпайтын бір қасиеті бар. Ол мақтаншақтық. Басшылар қайырлы ісіне мақтанатын болса, періштелер одан безініп, дұға тілегін тоқтатады» деді. Сол кезде пайғамбар: «Ей Алла, үмбетімді мақтаншақ болудан сақта» деп дұға тіледі. 5-ші қатта жүріп пайғамбар Құран кәрімді көрді. Оны күзетіп 600 мың басы, әр басында 600 мың аузы, әр аузында 600 мың тілі бар періште тұрды. Ол: «Уа Алланың сүйікті пайғамбары, сені көру бізге арман ет. Алла бүгін сәтін салып бізге қуанышын сыйлады» деді де пайғамбармен көрісті. Сол кезде Жебірейіл: «Бұл Құранды жатқа оқитын қари періште. Аты Зәликәл. Құран сүрелерін қирағаттап, миллион түрлі мақамға салғанда жанды жансыз мақұлықтың тұла бойы балқып кетеді» деді. Пайғамбар Құран тыңдағысы келді. Зәликәл 666 түрлі қирағатқа салып, Құранды оқи жөнелді. Әуеннің әсем болғаны сонша, пайғамбар есінен танып қалды. Есін жиған соң: «Маған қирағат үйретші» деп қолқа салды. Сол кезде ол: «Қирағаттың бірнешеуін ғана үйретемін. Егер бәрін үмбетіңе жеткізсең, Құранның әуенінен жер шыдап тұра алмайды, тау мен тас балқиды. Аспанның тіреуіштері иіліп жерге құлайды. Мұхиттар толқып топан су басады. Дариялар кемерінен асып елге апат әкеледі. Адамзат Құранның барлық мақамын пейіште ғана тыңдай алады» деді де пайғамбарға шектеулі ғана қирағатты таңдап үйретті. Расул оған риза болып, қош айтысып жүріп кетті. Мұхаммед пен Жебірейілдің алдынан үлкен бір дария шықты. Оны Нұр дариясы деп атайды екен. Ол 5-ші қат көктен жерге қарай құлап ағып жатыр. Бір ғажабы, ол дарияның бір тамшысы жерге түспейді. Дарияның суы тұнық әрі нұрлы. Жерге қарай қарыс бойы таяп келеді де қайтадан көтеріліп кері кетеді. Пайғамбар бұл құбылысқа да таңырқап тұрды. Сол кезде Жебірейіл: «Бұл Алланың мейір шапағат дариясы. Мұны адам баласы көре алмайды. Мұны көру тек саған ғана нәсіп болған. Жер бетінде ниеті бұзық пасықтар көп болғандықтан Нұр дариясының тамшысы жерге тамбайды. Егер Нұр дариясының тамшысы жерге түссе, жерде жұмақ орнар еді» деді. Сол кезде пайғамбар: «Уа рахымдалла, менің үмбетімнің иманын кәміл ет.
пасық адам болудан сақта деп тілек тіледі. Дәриядан әрі өткенде аспан астын тілгілеп, айналасын шұғылаға бөліп жатқан сәулені көрді. Сол кезде пайғамбар: «Жебірейіл досым, мына сәуле қайдан шығып жатыр?» деді. Сол кезде Жебірейіл: «Бұл 5-ші қатта сақталып тұрған Сүлеймен пайғамбардың жүзігі. Сәуле содан шығып жатыр. Ол ғарыштағы жұлдызға шағылысқанда, жұлдыз аққандай күй қалдырады. Үмбетің бұл кезде тілек тілесе дұғасы қабыл болады» деді. Пайғамбар оны көргісі келді. Жебірейіл: «Ей Мұхаммед, Сүлейменнің жүзігі өте алыста. Аспанда жарқыраған жұлдыз сияқты. Арамызда 1000 күншілік жол жатыр. Нұр пырақта оған жете алмас еді» деді. Пайғамбар қатты қызығып қалды. «Ұлық Алла жүзікке: менің сүйікті пайғамбарым сені көргісі келеді. Жылдам жет» деп әмір етті. Көзді ашып жұмғанша жүзік ұшып келіп пайғамбардың алақанына қонды. Сақинаның түрі өте айбарлы екен. Айналасын шұғылаға толтырып жіберді. Сол кезде Жебірейіл: «Ей Мұхаммед, Сүлеймен бұл жүзікпен күллі жын періні билеп төстеді» деді. «Расулалла, Сүлейменнің жүзігін білемін. Мұндай жүзік менің үмбетімде болғанда жын пері қашып жүрер еді» деді. Жебірейіл: «Ей Мұхаммед, үмбетің құлшылыққа бекем тақуа болса, онда бұл жүзіктің күш қуаты оларға да дариды. Жын пері олардан қорқатын болады. Ұлық Құдай мұғжизаны саған дейінгі пайғамбарлардың заттарына жасыратын. Мұса асатаяғымен, Сүлеймен жүзігімен, Дәуіт көрігімен залымдарды қашыртып, жын періні илеген еді. Алла ендігі мұғжизаны сенің үмбетіңнің бойына жасырады. Олар керемет мұғжизаны өз бойынан ғана іздесін. Рухтың күшімен ақ талай кереметті көрсетеді» деді. Пайғамбар бұл сүйінші хабарды үмбетіне тезірек жеткізгенше асық болды. Мұхаммед пайғамбардың 6-шы қатқа көтерілуі. Бісмілда деп пайғамбар 6-шы қаттың босағасын аттады. Алла бұл қатты алтынмен зейнеттепті. Тіл жеткісіз әдемі, көз жеткісіз ғаламат, ой жеткісіз тамаша. Бұл қатта да қаптаған періште пайғамбарды қуана қарсы алды. Сол кезде Жебірейіл: «Адамзаттың несібе ризығы осыдан таралады. Оған Мәкәйіл періште жауапты» деді. Пайғамбар бұл қатта 4 қыры бар, 4 жүзі бар ерекше періштені көрді. Оның бір жүзінде адамның, екіншісінде аң құстың, үшіншісінде балықтың, төртіншісінде жәндіктің бейнесі бар екен. Жебірейіл сол кезде: «Бұл періштенің есімі Ризаил. Тәңірден жердегі тіршіліктің нәпақасын тілейді. Дұғасының шарапатынан 4 түрлі мақұлықтың ризықтары жетіп отырады» деді. Пайғамбар онымен сәлемдесіп жүздесті. Бұл қатта жүргенде пайғамбар өртеніп кеткен сұрықсыз бақты көрді. Ішінде бір періште отыр. Оның аузынан, мұрнынан, құлағынан, көзінен, барлық дене мүшесінен от жалын шашып тұрды. Қасына жақындау мүмкін емес. Оттың ыстығы өте жоғары. Пайғамбар онымен тілдескісі келді. Сол кезде Жебірейіл: «Ей Мұхаммед, Ықылас сүресін 3 мәрте оқы. Сонда от денеңе дарымайды» деді. Пайғамбар Ықылас сүресін оқып еді, лаулаған от Құдайдың құдіретімен салқын самал болып есті. Сол кезде Жебірейіл: «Бұл тозаққа жауапты Мәлік деген періште» деді. Пайғамбар оның жаратылысына таңданып тұрып: «Алла сені қандай заттан жаратты?» деп сұрады. «Алла мені өзінің қаһар отынан жаратты. Сенің түсің өте суық, қаһарлы, қабағың қатулы екен. Неліктен?» деді пайғамбарымыз. «Күн сайын тозаққа адамдар тобымен келіп түседі. Олардың шыңғырған дауысын естігенде жаным қиналады. Соған налимын» деді. «Жайма-шуақ отыратын кезің бола ма?» деді пайғамбар. «Менің шырайым бейсенбі жұма күндер ашылады. Сол күні тозақтар жабылып, жәннат есіктері ашылады. Сол кезде ғана қуанып, көңілді отырамын. Ал бұл жерде не істеп отырсың?» «Тамық отын қыздырып отырмын». «Тозақ қай кезде пайда болды?» деп пайғамбарымыз сұрады. Іблістің бойына тәкаппарлық ұя салғаннан бастап тозақтың оты маздап жана бастады. Кімнің кеудесінде тәкаппарлық тамыр жайса, сол адам тозақтың отыны болады. Тозақ отының сөнетін кезі бола ма? Адамдар тәкаппарлықтан құтылуға тырысса, тозақтың да оты өшіп, жалыны бәсеңдейді. Ал біреумен бақталас болып күншілдік дертіне шалдықса, тозақ оты лаулап жанады. Тозақтың әсілі не? Қайғы тозақтың тоңы, ашу ыза тозақтың оты, ауру дерт тозақтың азабы, имансыздық тозақтың жолы, күнә тозақтың тамыздығы, арсыздық тозақтың көлігі, маскүнемдік тозақтың кілті,
Соғыс тозақтың ошағы, ғайбат тозақтың тілі, қиянат тозақтың қақпасы, опасыздық тозақтың жалыны, зина тозақтың серігі, шайтан тозақтың туысы, тәкаппарлық тозақтың тұғыры, берекесіздік тозақтың тұрағы, қайырымсыздық тозақтың арқауы, күншілдік тозақтың торы, ұрлық тозақтың терезесі, парақорлық тозақтың босағасы, жауыздық тозақтың табалдырығы, арамзалық тозақтың көпірі, күпірлік тозақтың көзі, өсек тозақтың құлағы, қарғыс тозақтың аузы, жамандық тозақтың аяғы, надандық тозақтың қолы. Ең қауіптісі осы надандық. Надандық жайлағанда тозақтың барлық сипаты тіріле бастайды, деді де, Мәлік періште сөзін жалғап, үмбетіңе айт, бір-біріне мейірімді болсын. Бұл жәннаттың жолы. Қабақ шытпай бір-біріне қуаныш сыйласын. Қуаныш жәннаттың нұры. Шаттық адамның ғұмырын ұзартса, ашу ыза ажарын алады. Бағын тайдырады, бақытын қашырады. Берекеттің жолын 99 күн буып тұрады. Мезгілсіз қаза мен емі жоқ ауру ашудан жабысады. Қуанған адам жәннатқа, ызалы адам тозаққа жақындай береді, деді. Пайғамбар қолын жайып, я Алла, үмбетімді үнемі қуандырып күлдір. Қайғы мен ашудан аулақ қыл. Жәннатқа жақындат, тозақтан алыстат деп дұға етті де, ей Мәлік, тозақтың түндігін түрші, ішін бір көрейін, деді. Періште түндігін түрді. Пайғамбар үлкен бір аждаханы көрді. Сол кезде Мәлік, бұл тозақтың аждахасы. Оның 4 аяғы бар. Бір аяғы мен екінші аяғының арасы 30 мың жылдық жол. Аждаханың 30 мың басы бар. Әр аузында 30 мыңнан тісі, 30 мың айыр тілі бар. Оны 30 мың шынжырмен байладық. Аждаха қияметке дейін байлаулы тұрады. Оны 30 мың забани күзетеді. Қиямет күні ұлық Алла аждаханы бір мезетке босатады. Ол әжуз, мәжузбен қоса барлық күнәкарды жұтып қояды. Сосын тозаққа кеп құсады. Ей Мұхаммед, үмбетің мына аждаханың аузына түспесін, деп сөзін аяқтады. Пайғамбар да үмбетіне дұға тілеп тозақты араламақ болды. Тозақтан жалын атып тұрды. Сол кезде Мәлік періште, ей Мұхаммед, Ықылас сүресін 3 қайтара оқы. Тозақ сені күйдірмейді. Үмбетіңе де осыны аманат ет. Ықылас сүресін көп оқысын, деді. Пайғамбар Ықылас сүресін 3 рет оқыды. Тозақ мүбәрәктің тәніне еш зиян етпеді. Ол тозақты аралай бастады. Үлкен бір отты дәрияны көрді. Суы бұрқ-сарқ етіп қайнап жатыр екен. Дәрияның ішінде отты жыландар жүзіп жүр. Сол кезде Мәлік, бұл Алланың қаһарынан жаралған қаһар дәриясы. Мұның сыры бір Аллаға аян. Менің білетінім, от дәрияның бір тамшысынан Алла күнді жаратты. Сол күннің нұры бүкіл әлемге әуелден ақырға дейін шуақ шашып, жер ананы жылтып тұрады. Егер дәрияның бір тамшысын 100-ге бөліп, оның бір бөлігін жерге тастаса, жер жүзі жанып кетер еді, деді. Пайғамбар басын шайқап, Алланың құдіретіне таң қалды. Бір кезде құлындай шыңғырған дауыс естілді. Дауыс шыққан жаққа қараса, дәрияның ортасында аяғы көктен салбыраған 2 мақұлық тұр. Мәлік періште сол кезде, бұлар Әбілет пен Тәбілет. Алла әуелде жер бетіне бұл екеуін жіберген. Олар Алланың тыйымын ұмытып некесіз қосылды. Одан тексіз ібіліс туды. Бұл екеуі Алланың қаһарына ұшырады. Қияметке дейін осылай салбырап тұрады. Мақшарда адам баласы бұл екеуін көрмей, жұмаққа да тозаққа да кірмейді, деді. Дәрияның бетінде жүзіп жүрген алып айдаһарлар оларды тістеп шайнап жатыр. Шайнаған сайын олардың жаны көзіне көрініп қиналады. Бір кезде дәрияның ішінен беймәлім құстар ұшып шығып, екеуінің табандарын шұқыды. Әбілет пен Тәбілет жанын қоярға жер таппай тыпырши берді. Ұзақ қарап тұруға пайғамбардың дәті шыдамады. Олардың шыңғырған даусын естіп денесі түршігіп кетті. Сол кезде Мәлік періште, бұлар қиналғаннан шыңғырып жатқан жоқ, Мұхаммед. Бұлардың өзегін өртегені өкініш. Бұлар бізді көргенде өкініші өзекке түсіп шыңғырады. Олар да бір кезде бізбен қатар жүріп еді. Қияметте адам баласы жаны қиналғаннан емес, өзге адамдардың жұмаққа бара жатқанын көріп, өкініштен өкіреді. Адамға азаптан да көрі, ариманның өкініші ауыр тиеді, деді. Пайғамбар екеуінің қиын жайын көріп, көзіне жас алды да, менің үмбетім де қияметте осылай азапталама деп сұрады.
Сол кезде мәлік періште: әлбетте, тамұқтың дариясына түспеу үшін үмбетің зинадан тыйылсын. Кім зинадан тыйылмаса, мақшарда әбілет пен тәбілеттің қауымынан болады. Бұдан да ауыр азап тартады деді. Сол кезде пайғамбар: я Алла, үмбетімді бұл дарияға тастама деді. Пайғамбар дариядан өтіп еді, алдынан жарты денелі адамдар шықты. Ерлердің сол жағы, әйелдердің оң жақ бөлігі жоқ. Бір аяқпен секектеп жүр. Оларды көк түсті періштелер оттан өрілген қамшымен сабап қуалап жүр. Жалғыз аяқпен тұра алмай шоқтың үстіне құлап жатыр. Құлаған сайын денесі шоққа шыжғырылып, шыңғыра береді. Пайғамбар мәлік періштеге: бұлар сүйіп қосылған ерлі зайыптылар. Алла оларға бақыт сыйлап бала берді. Бірақ бұлар адал некені талақ етіп, бейгүнә сәбиді жетім қылды. Бір-бірінің көзіне шөп салды, зина жасады, ажырасты. Пәниде бірінің қадірін бірі білмесе, о дүниеде сүйенетін сүйеніш таппай, жарты дене кейпінде тіріледі. Барша адамның алдында абыройы ашылып, масқараға қалады. Сабап жүрген көк түсті періштелер қараусыз қалған сәбилерінің көз жасы. Алла оларды періштеге айналдырып, өздерін сабатып қойды деді. Пайғамбар дұға етіп: я Алла, менің үмбетімді ажырасудан, зинадан, талақ етушілерден сақта деп тіледі. Пайғамбар одан әрі өтіп еді, бір қауым елді көрді. Ол жерде қарты бар, жасы бар, әйелі мен ері бар, барлығы араласып жүр екен. Олардың желкелерін тесіп қойыпты. Сол тесіктен бір шыбын ұшып шығып, лезде үлкейіп жылан болды. Жылан айдаһарға айналып, адамның өзіне атылды. Адам оны көріп қашпақ болады. Аждаһа тырнағымен іліп алып, оларды шайнап тастайды. Адамдар шыңғырып бақырып жатты. Пайғамбар мәліктен: бұлар неге аждаһаға таланып жатыр деді. Кәрісі Құдайға, жасы әке-шешесіне тілі тигендер, ерін күтпеген әйелдер, адал жарды ұрып қорлаған еркектер. Құдай олардың желкесін ойып, одан айдаһар шығарды. Пәнедегі кесір сөздері аждаһаға айналып, өздерін жұлмалап жейді деді. Сол кезде пайғамбар: ей ұлық Алла, менің үмбетімнің жүрегіне сұлулық пен сабыр бер. Тілдерінен шәрбат шығар, олар жұмсақ сөйлесін деді. Пайғамбар ілгері жүріп еді, сұрықсыз бір топ адамды көрді. Ауыздарында бір тіс жоқ, құлақтары жырық, мұрындары пұшық, көздері қысық, қол-аяғы шидей жіңішке, бірақ қарындары қампиған. Өз бетінше жүре алмайды. Тырнақтары сояудай жезтырнақтың кейпіне енген. Шаштары да алба-жұлба. Пайғамбар шошып кетті. Бұлар кімдер деп сұрады. Мәлік: бұлар өмірде ата-анасын ренжітіп, Құдайдың рақымынан құр қалғандар. Кім қартайған ата-анасын бақпай, қараусыз қалдырса, қияметте ұсқынсыз бейнеде тіріледі деді. Сол кезде пайғамбар: ата-анасын бақпаған сұрықсыздар менің үмбетімнен болмасын деп дұға қылды. Бір кезде бір топ қыз-келіншекті көрді. Олардың үстінде лыпа жоқ екен. Олар пайғамбарды көргенде ұяттан өртеніп, бірінің артына бірі тығылып, әуреттерін қолдарымен жауып әуре. Сол кезде пайғамбар: мына әйелдер неге жалаңаш деп сұрады. Жебірейіл: я Расулалла, бұлар жезөкшелер. О дүниеде күллі адам баласы олардың бетіне түкіреді. Олар ұяттан өртенеді. Әке-шешелерін, аға-інілерін, туған-туыстарын көргенде кірерге есік, тығыларға тесік таппай жер болады. Ұяттың азабы оларды мәңгі бақи азаптайды деді. Пайғамбар оларға тоқталмай өтіп кетті. Пайғамбар тозақта басын қорғалап қашып жүрген бір топ адамды көрді. Періштелер оларды шоқпармен сабап жүр. Жебірейіл: бұлар малынан зекет бермеген қайырсыз байлар деді. Енді бір үйлер отқа оранып жанып жатты. Жанған үйдің айналасына темір тікендер төселген. Ішіндегі адамдар күйіп шыңғырады. Шыдамай сыртқа шықса, тікенді басып қайта қашады. Жебірейіл: бұлар ел жұртты мазақтап әжуалаған сайқымазақтар деді. Енді біреулер жүк арқалап алыпты. Ауыр жүктен мыжылып, ентігіп еңбектейді. Жебірейіл: аманатқа қиянат қылып, бөтеннің заты мен мүлкін рұқсатсыз иеленгендер осындай күй кешеді деді. Тағы да бір топқа кезікті. Періштелер олардың тілдерін оттан жасалған қысқашпен қысып жатыр. Әкім қараларды өтірік мақтап жағынғандардың жазасы осы деді Жебірейіл. Сол кезде пайғамбар: Алла сақтасын деп жүре берді. Бір кезде өз еттерін жеп отырған жыртқыш қауымды көрді. Жебірейіл: бұлар өмір бойы жақсы адамның сыртынан ғайбат айтқандар деді. Бір пенделер қан мен ірің ішіп отыр. Арақ-шарапқа құмар болғандар
енді шөлдерін осылай қандырады, деді Жебірейіл. Тілдері желкесінен шыққан доңыз бейнесіндегі адамдар жүрді. Бұлар сотта жалған куә болғандар. Тірісінде ағайын туыс дос жақындарының сойылын соғып, сотта жалған куәлік берген. Ақшаға сатылып жазықсыз кісілерді соттауға жәрдем берген жауыздар, деді періште. Тағы бір адамдарға қараса, аяқтарына бұғау салыныпты. Бұлар парақорлар, билігін жеке мақсатына пайдаланып, пара алудан қолы босамаған, деді періште. Біреулер от пышақпен бауыздалып азап шегіп жатыр. Бұлар нақақтан қан төккен қанішерлер, деді періште. Пайғамбар тозақты одан әрі аралауға дәті шыдамады. Жүрегі ауырып, «Я Алла, үмбетімді бұлай қорлама», деп сәждеге бас қойды. Ұзақ жатып тамұқтағы адамдардың кешірілуін тіледі. Бір уақыттан кейін қайтуға ыңғайланып еді, мәлік періште: «Я Алланың елшісі, сен бір тозақтың кішкене бөлігін аралап, сұмдығын көрдің. Әлі 6 тозақ бар», деді. Сол кезде пайғамбар: «Алла ол тозақты маған да, үмбетіме де көрсетпесін», деді де мәлікпен қош айтысты. Пайғамбар одан әрі жүріп еді, алдынан жасыл түсті періште шығып сәлем берді. Пайғамбар бірінші рет айрықша сұлу періштені көрді. Сол кезде Жебірейіл: «Ей досым, бұл 8 жәннаттың күзетшісі Раузан періште», деп таныстырды. Раузан: «Уа Алланың сүйікті хабибі, сені көру бізге арман ет. 8 жәннаттың төбесіне «Ля илаха иллалла Мұхаммад Расулулла» деген жазуды көргеннен ақ, жәннат сенің нұрыңнан жаралғанын білгеннен ақ, есіл дертіміз сенсің. Құдай сәтін салып бүгін дидарластық», деді. Сол кезде пайғамбар: «Жұмаққа кіріп көрсем бола ма?» деп сұрады. «Болады», деді де Раузан періште жол бастады. Пейіштің хош иісі жан дүниесін баурап алды. Нұры ішке жетелей жөнелді. Пайғамбар бісмілдә деп жәннатқа кіргенде, оның табалдырығы мен босағасы дірілдеп тұрды. Пайғамбар түсінбей тұрып қалды. Раузан: «Ей Алланың сүйікті досы, жұмақтың босағасы да, табалдырығы да сені көріп езіліп жылап тұр. Сарғайған сағынышын, солыққан мауқын басып жатыр», деді. Пайғамбар да көзіне жас алып, жәннаттың босағасын сипады да: «Я Алла, осы табалдырық пен босағадан менің үмбетімнің көптеп кіруіне бір өзің жар бола көр. Менің көрген жұмағымды оларды көріп, осы жерден жай тапсын», деді. Сосын Раузанға: «Бұл табалдырық пен босаға менен басқа да адамды сағына ма?» деп сұрады. Раузан: «Әлбетте, әрбір демінде Алланы есінен шығармаған хас тақуаларды бір көруге ынтық. Олар келгенде де осылай бір күрсініп, бір жылап, сағынышын басалмай тұрады», деді. Сол кезде пайғамбар: «Жәннат сағынатын үмбетім көп болсын», деп тіледі де пейішке кірді. Жәннатта оны сан мыңдаған періштелер мен ғилмандар, хорлар қарсы алып шашу шашты. Әсем әуезбен зікір, салауат айтты. Пайғамбарға жұмақтың жемістерін ұсынып құрмет көрсетті. Пайғамбар олардың құрметіне риза болды. 8 жәннаттың аттары қалай деп сұрады. Сол кезде Раузан періште: «Біріншісі Дәрсәлім, екіншісі Дәрін Қарар, үшіншісі Дәрін Нахар, төртіншісі Нағым, бесіншісі Пердаус, алтыншысы Манат, жетіншісі Ғабдил, сегізіншісі Ағына» деп айтып берді. Жұмақ көрген көздің жауын алады, көңілді тойғызады, сезімді семіртеді, қиялға қанат бітіретін тамаша екен. Бір кезде ол 4 түрлі, 4 түсті әдемі бұлақты көрді. Оның сыңғыр қаққан сұлу дауысы құлаққа әзер шалынады, бойға ерекше ләззат сыйлайтындай екен. Сол кезде Раузан періште: «Бұл жәннаттың бұлақтары. Бірінші бұлақ сүт бұлақ, екіншісі бал бұлақ, үшінші бұлақ тұнық бұлақ, төртінші бұлақ шәрбәт бұлақ» деп таныстырды. 4 бұлақтың жағасында әсем құрақ өсіп, жанға жайлы самалмен есіп тұрды. Құрақ арасында өскен жемістер балбырап пісіп тұр. Раузан періште жеміс ағаштарынан бір жемісті алып берді. Пайғамбар оны алып тұрып: «Ей Раузан, бұл жемісті менің де үмбетім жейді ме?» деп сұрады. Раузан: «Әлбетте, үмбетің жүрегін таза ұстаса, күнәдан ада болса, жұмақтың жемісін жей алады», деді. Пайғамбар жемісті жеп, ілгері жүріп келе жатқанда алдынан Ыдырыс пайғамбар кездесті. Екеуі құшақтасып көрісті. Сол кезде Ыдырыс: «Уа Мұхамбет, сені көруге бір зармын», деді. Мұхамбет: «Жұмақтағы жайыңыз қалай?» деп сұрады. «Ақылым мен айлам періштеден асып түсіп жұмаққа кірдім. Жемісін жедім, суын іштім. Хор да, ғилман да менің алдымда қызметте жүгіріп жүр. Періштелермен бірге Алланы мадақтап зікір айтам.
пейіште мәңгі жүрсем де, пайғамбар болғанша Мұхаммедтің ақжүрек үмбетінің бірі болсам ет деген арман бір сәт көңілден кеткен емес. Үмбетің қандай бақыт ет деді. Сол кезде пайғамбар, үмбетімнің айрықша мәртебесін қайдан білдің деп сұрады. Жәннатта ерекше сән салтанатпен салынған зәулім сарайлар, керемет бақшалар бар. Оған кірейін десем пейіштің бөлмелері саған рұқсат жоқ. Бізге тек Мұхаммедтің үмбеті ғана кіреді. Ұлық Алла біздерді соларға арнап салдырған дейді. Бұл сарайлардың ішін көру арман болды деді. Бұл сөзді естігенде пайғамбардың кеудесін шаттық кернеді. Раузан періште Мұхаммедке пейіштің екінші қабатындағы ғажайып бір өзенді көрсетті. Оның саусақтай 5 саласы бар екен. 5 саласының суы бір-біріне ұқсамайтын түспен жерге қарай ағып тұр. Сол кезде пайғамбар, бұл неге жерге қарай ағып жатыр деп сұрады. Раузан періште, бұл дарияның нұры 5 уақыт намазын шын ықыласпен оқыған момындардың жүрегінен нұр болып құйылады. Жұмақтың суымен жүрегінің тотын шайып, көңілін кірден тазартады деді. Пайғамбар енді 3-ші жәннаттың есігін ашты. Ол да тіл жетпейтін ғажап екен. Онда 2 өзен жерге қарай ағып тұр. Раузан періште, бұл Алланың рахым нұры. Оның нұры ораза ұстап, малынан зекет берген жомарттың кеудесіне барып құйылады деді. Пайғамбар жұмақтың 4-ші қаты нағымға көтеріледі. Онда 4 дарияны көрді. Дарияның шеті шегі жоқ. Олардан су мен сүт, бал және шәрбат ағып жатты. Мүбәрәк, бұл дариялардың бастауы қайда деп сұрады. Сол кезде Раузан періште, бісмілда десең, дарияның бастауына ілезде барасың деді. Пайғамбар көзін жұмып, бісмілда деп еді, сол сәтте бір күмбезге келіп жетті. Күмбездің төбесі алтынмен апталған, күміспен күптелген екен. Бісмілда десеңіз есігі өзі ашылады деді періште. Пайғамбар бісмілда деп ішке кірді. Кірсе төрде бісмілда деп жазылыпты. 4 дария содан бастау алып тұр екен. Пайғамбар таң қалып, 4 дария да осы сөзден бастау алып жатыр екен. Мұнда не сыр бар деді. Раузан періште, үмбетің бісмілда деп көп айтса, Ұлық Алла 4-ші жәннаттағы дарияны соның еншісіне береді деді. Жұмақты аралап жүріп пайғамбар әсем үйді көрді. Оның төбесі аршыға тиіп тұр екен. Үйдің іші сырты қызыл жақұтпен қапталыпты. Оның 70 000 бұрышы, әр бұрышында 70 000 алаңы бар. Үйдің алдынан 4 бұлақ ағып жатты. Бірінде сүт, бірінде бал, бірінде кәусар, бірінде зәмзәм суы ағып тұрды. Үйдің айналасында запыран, сүмбіл, лалагүл, райхан сияқты асыл өсімдіктер жайқалып, хош иістер шығарып тұр екен. Пайғамбар ерекше көз тартқан үйге кіріп көргісі келді. Жәбірейіл періштеден, бұл кімнің үйі деп сұрады. Алланың досы Мұхаммедке сыйлаған үйі деді періште. Пайғамбар қуанып кетіп, үйдің есігіне жақындай берді де, кілт тоқтап қалып, менің үмбетім де осындай үйге кіре ме деп сұрады. Жоқ, бұл тек саған ғана арналған деді Жебірейіл. Үмбетім кірмейтін болса, мен де кірмеймін деді пайғамбар. Сол кезде Алладан, ей досым, бұл үйді сен үшін жараттым. Егер үмбетің үйлерінде маған көп мақтау пәктеу айтса, сенмен бірге бұл үйге бәрін кіргіземін деген әуез естілді. Пайғамбар қолын жайып, я Алла, үмбетімнің ішінде сенің дидарыңа ғашық болып, сенің есімдеріңді үйлерінде пәктейтін ақ жүректер көп болсын деп дұға жасады. Осылайша пайғамбар 8 жәннатты аралап, сансыз жеміс ағаштарын көрді. Жемістері пісіп, хош иістері мұрынды жарады. Жәннаттың ұшы-қиырсыз үлкендігін бір Алладан басқа жан баласы білмек емес. Әлгі жеміс ағаштарының айналасында мөп-мөлдір бұлақтар саңғырлап ағып жатыр. Айналасы гүлдермен безендіріп қойғандай әдемі. Саялы бақ, сайран сарай, алтын тақталы жол, жемісі мол керімсал керемет дүние. Пайғамбар менің үмбетім өмір сүретін дүниеде дәл осындай жәннатты мекен бар мекен деп ойлады. Пайғамбардың әрбір ойын күзетіп тұрған Жебірейіл, ей Мұхаммед, жердің жүзін Алла тағала 7 тозақ пен 8 жәннаттың ұсақ тамшыларын араластырып жасаған. Анау асқар таулар, нулы ормандар, мөлдір сулар, жасыл құрақтар, айна гүлдер, алуан гүлдер, ағарған таңдар, жазиралы далалар, алтын дәнді астықтар, көгілдір көктің бәрі жәннат мұғжизасының белгісі. Ал сасыған, борсыған, іріген, шіріген, құлаған, қу медиен шөлдер, құлан жортпас далалар, ми қайнатар саясыз жерлер, мұзды мұхиттар, тіршілік тынысы жоқ құздар тозақ мұғжизасының нышаны. Сенің үмбетіңнің арасындағы тақуа ғалымдары жақсы білет, толық сезінет деді. Ол Раузан періштемен қоштасып, жәннаттың бақшасынан шықты да сапарын жалғастырды. Бұл кезде пайғамбарымыз
7 көкке де жеткен еді. Пайғамбардың 7 қатқа көтерілуі. Алдынан 7 қат аспан қақпасы ашылды. Бұл аспанның астына 7 қабат көк пен 7 қабат жер бірақ сыйып кеткенде екен. Бұл бос кеңістікті көріп, пайғамбарымыз ойланып қалып еді. Жебірейіл періште, бұл Қасым деген алып періштенің орны. Ол Құдайдың әмірімен 7 қат аспан, 7 қат жерді түгел меңгеріп тұрған. Ол періште әдепсіздік жасап қойды. Оның ойына тәкаппарлық кіріп, пайғамбардың денесі менің жанымда тозаңдай ғана екен деп ойлады. Сол үшін Алла оны орнынан қуып жіберді. Енді ол сенің дидарыңды көру бақытынан айырылды. Енді қалған ғұмыры құсада өтеді деді. Пайғамбарымыз Қасым періштеге жаны ашып кетті. Ол қолын жайып, я жасаған Қасым періштенің ағаттығын кеше көр, оны орнына қайтар, дидарласайын деп жалбарынды. Сол кезде Жебірейіл, ұлық Алла сенің құрметіңе ол періштенің күнәсін кешірді деп хабарлауы мұң екен, алып періште қасына шаттанған халде жетіп келді. Ол пайғамбардан кешірім сұрады. Пайғамбарымыз да оны құшақтап, ұлық Алла кешірімді жақсы көреді деді. Қасым періште пайғамбардың жанына келгенде өзінің шыбындай ғана тұрқын көрді. Пайғамбардың рухы аспан асты, жер үстін түгел орап шарпып тұрды. Астамшылық ойлаған үшін ұяттан өліп кете жаздады. Сапар жалғаса берді. Бір кезде бір топ адамды көрді. Олардың үстіне нұр сәулесі түсіп тұр екен. Жүздері жайдары, алдарынан үлкен дастархан жайылыпты. Дастарханда пайғамбарымыз бұрын соңды көрмеген ас тағамның түр-түрі толып тұр. Бір топ періште оларға қызмет көрсетіп ұшып жүр. Пайғамбар, бұлар кімдер деді. Сол кезде Жебірейіл, бұлар жомарт жандар. Алла олардың кең пейіліне риза болып, оларға өзінің де жомарттығын паш етіп жатыр. Пейілі кеңге хақ тағалада мол дастархан жаят деді. Пайғамбар олармен құшақтасып амандасты. Бірге отырып дәм татты. Сол кезде пайғамбар, ей жасаған, жомарт қолдарыңды үмбетіме көбірек жібергейсің деп асқа бата жасады. Бір кезде алыстан мұнартып тұрған айшықты көрді. Жақындап келсе, үлкен мешіт екен. Жебірейіл, бұл аспан мешіті, Бәйтүл Мағмұр деп аталады. Алла тағала әлемді жаратқанда осы мешітті қоса жаратты. Жер бетіндегі Бәйтүл Мұқаддас осы үлгіде салынған. Бұл жерде қисапсыз періште Аллаға мадақ айтып, құлшылық етеді. Сауабын сенің үмбетіңе бағыштайды деді. Мешіттің бір қақпасы алтыннан, бір қақпасы күмістен салынған. Зікірге жиналған періштелер алтын қақпадан кірсе, қайтарда күміс қақпадан шығады. Мешіттің бір қабырғасы алтыннан, бір қабырғасы күмістен, бір қабырғасы гауһардан, бір қабырғасы жақұттан жасалыпты. Пайғамбарымыз мешіттің ішіне кірді. Зүлкайыл атты періште имам екен. Ол пайғамбарға сәлемдесіп, «Уа Алланың елшісі, біз сенімен бір дидарласуды аңсап жүредік. Бүгін Құдай сәтін салды» деді шаттанып. Пайғамбар намаз оқығысы келді. Ол Зүлкайылға, «Имам болыңыз» деп ізет көрсетті. Періште, «Уа Мұхамбет, сенің алдыңда біздің имам болғанымыз жарамас. Біз саған ұйық, сен намаз бер. Сенің дәрежең бізден ұлық. Біз сіздің нұрыңыздан жаралғанбыз. Имамдыққа сіз лайықсыз» деді. Пайғамбар ізетпен михрабқа келіп тұрды. Зүлкайыл әсем даусымен құйқылжыта азан шақырды. Сол кезде мешіттің іші періштелерге тола бастады. Періштелер көбейген сайын, мешіттің көлемі де үлкейіп, кеңейіп кете берді. Пайғамбар мешіттен ұзаған кезде тағы бір адамдарды көрді. Олардың алдында дастархан жаюлы екен. Бір жағында жақсы, дәмді тамақтар тұрды. Екінші жағында сасық, шіріген тағамдар тұрды. Олар адал асқа қол созбай, тек шіріген асты жеп отыр. Беттері ұяттан қызарып кеткен екен. Пайғамбар, бұлар кімдер деп сұрады. Жебірейіл, бұлар өздерінің отауында адал жары болса да, бөтеннің әйеліне көзін сатқандар. Адал жарының намысын таптаған үшін о дүниеде адал асты жей алмай қор болады. Олардың мәңгілік азығы шіріген тағамдар деді. Пайғамбар адал жайылған астан ауыз тиіп, жарына адал болу менің сүндетім. Соған бекем болған үмбетімнің ақыретте де жейтін асы адалдан болсын деді. Бір уақытта пайғамбардың алдынан бір есек кездесті. Оның маңдайы ісіп, бет-аузынан қан сорғалап тұр екен. Құйрық жүндері жұлынып, алба-жұлба кейіпте бір жаққа кетіп бара жатты. Пайғамбар, мына есекті кім сабаған? Құйрығы қайда деп сұрады. Жебірейіл, Құдай тағала мал-мүлікті есектің кейпінде жаратқан. Дүние қоңыздар есекті ұстаймыз деп үнемі соңынан қалмай қуалайды. Есек оларға жеткізбейді. Олар хайуанға жете алмай, құйрық жүндерін жұлып, жамбасын қанатып тастаған деді.
Ал кесектің үсті басы неге қан жоса? Мал-мүлік ақжүрек момындарға үйір болады. Олар қайда барса да ізінен қалмай еріп жүреді. Ақжүрек адамдар мал-мүліктің алдамшы екенін жақсы біледі. Оны жанына жуытпайды. Есек оларды қуып жеткен сайын, момындар оны басынан сабалап, қасынан қуып жібереді деді. Пайғамбар өден өткенде бас-аяғы жоқ ұзын сонар керуенге тап болды. Тізбектелген қисапсыз түйелердің үстіне жүк артылған. Пайғамбар: «Уа Жебірейіл, бұл қандай керуен?» деп сұрады. Сол кезде Жебірейіл періште: «Бұл керуен мен жаралғалы бар. Содан бері тоқтаусыз ағылып жатыр. Әлі соңы көрінетін емес. Сыры бір Аллаға ғана мәлім» деді. Пайғамбар керуенді көргісі келді. Түйелерге тек жұмыртқа артылыпты. Пайғамбар Алланың құдіретімен Жебірейіл екеуі бір жұмыртқаның ішіне кіріп кетті. Қараса, жұмыртқа дегені өзінше бір әлем екен. Олар сол әлемді шарлап келіп, күмбезі үлкен бір мешітке бас сұқты. Онда бір қарт ғалым жас балаға: «Ақырдың кезінде Мұхамбет есімді соңғы пайғамбар дүниеге келеді» деп болашақты болжап отыр екен. Пайғамбар мына көрініске қайран қалды. Сол кезде Жебірейіл періште: «Алланың жаратқан әлемі сансыз. Оның есебі бір Аллаға ғана аян. Бұл хикметтерді жүрек көз ашылған даналар ғана түсінеді» деді. Пайғамбар да Алланың шексіз құдіретіне таң қалды. Осылайша олар тағы бірнеше жұмыртқаға кірсе, әрқайсысында бөлек-бөлек әлем, сан түрлі халық бар екен. Пайғамбар мен Жебірейіл керуеннен өтіп сапарын әрі қарай жалғастырды. Осы жерде пайғамбар үшін тағы бір қызықты оқиға болды. Кенеттен пайғамбардың құлағына баспалдақтан түсіп келе жатқан адам жүрісінің дыбысы естілді. Алланың елшісі: «Бұл не дыбыс?» деп сұрады. Сол кезде Жебірейіл: «Бұл Біләл сахабан ғой. Ол мұсылмандарды намазға ояту үшін азан шақыруға кетіп бара жатыр» деді. Пайғамбар таң қалып тұрып қалды. Себебі ол кезде әлі намазға азан шақырып ояту салтқа енбеген еді. Біләлдің азан шақыруы мұсылмандар Мединаға барған соң ғана сүндетке енген еді. Жебірейіл: «Ей Мұхамбет, азан айту болашақта үмбетіңе парыз болады. Азанның дауысы 7 қат жерге, 7 қат көкке жетеді. Оның даусын естіген періштелер қуанады, жын-сайтан қайғырады, қорқады. Бұл Алла үшін ең жағымды дауыс. Азанның дауысы қияметті қашық етеді. Үмбетің азан айтуды тоқтатқанда, қиямет қайым орнайды» деді. Пайғамбардың Сидратул Мұнтахаға көтерілуі. 7-ші қат көктен өткен соң, пайғамбар Сидратул Мұнтахаға келді. Бұл Жебірейіл періштенің тұрағы. 7-ші қат аспаннан жоғары тұратын Алла тағала ерекше хикметпен жаратқан жер екен. Бұл аспанның шекарасы болып есептеледі. Мұнда да періштелер Аллаға мадақ айтып тұр. Олардың бір тобы Тәурат, Забур, Інжіл мен Құранды жазып жатыр. Жебірейіл мен пайғамбар бір бұлақтың жағасына тоқтады. Алланың хабибі: «Мына бұлақтың суынан дәм тат» деп, Жебірейіл періште кесе толы су ұсынды. Пайғамбар дәмін татып көрді де, оның ғажайып дәмінен талып қалды. Сәлден соң есін жинап: «Бұл ненің суы?» деп сұрады. «Кәусар бұлағының суы осы» деді. «Менің үмбетім де осы судан іше ме?» «Жоқ, Алланың хабибі, бұл Тәңірдің сізге арнаған сыйы. Тек сізге ғана тиесілі» деді. «Егер менің үмбетім Кәусар бұлағынан ішпейтін болса, мен де бас тартамын» деп бұлақ суын ішпей қойды. Сол сәтте ұлық Алладан әуез келіп: «Ей қимас достым, үмбетің бұл Кәусардан дәм тату үшін менің бір шартым бар. Үмбетің Рамазан айында ораза ұстасын. Ауыз ашатын суын алдын ала дайын қылсын. Менің періштелерім осы Кәусар бұлағынан су алып, олардың ауыз ашарға дайындаған суына тамызып шығады. Сонда олар да бұл Кәусардан дәм татады» деді. Содан бастап мұсылмандар оразада ауыз ашатын суды алдын ала арнайы дайындап қоятын болыпты. Бас мұқарап періште Жебірейіл Сидратул Мұнтахадан әрі ұшпай тоқтап қалды. Пайғамбар оның қолынан ұстап: «Әй досым, неге тоқтадың? Жүр кеттік» деді. Сол кезде періште: «Ей Мұхамбет, Алла тағала маған дәл осы жерге дейін ұшуға рұқсат берген. Әрі қарай барсам қанаттарым күйеді. Мен сені осы жерде күтіп, жер бетіне қайта апарам. Алланың дидарын көру тек саған ғана жазылған ұлы бақыт» деп Сидратул Мұнтахада қалды. Мұхаммед пайғамбар аңтаң болып тұрып қалып еді, алдынан Мәкәйіл періште шықты. «Ей Мұхаммед, саған әрі қарай мен серік боламын. Бұл менің маңдайыма жазылған бақыт. Әуел әлем жаралғанда біз 4 періште саған көрсетілетін құрметті бөліп алған едік. Енді менің кезегім келді» деді де пайғамбарға жол бастады. Пайғамбар Мәкәйіл періште екеуі жоғары қарай көтеріліп келе жатқанда, жолда Құран әріптері сияқты әдемі суретте ағып жатқан 7 дарияны көрді. Олардың түр-түсі бір-біріне ұқсамайтын өзгеше екен.
Пайғамбар: «Я Мәкәйіл, мына 7 дәрия ненің хикметі?» деп сұрады. Бірінші дәрия тіршілік дәриясы. Адам баласы дүниеге келген соң тіршілік қамын жасайды. Тірі қалып аман сау жүрудің жолдарын меңгереді. Екінші дәрия білім дәриясы. Тіршілікке жалғанып, қолы аузына жеткен үмбетің оқу оқып, сауат ашпаса, қараңғылықтан шыға алмас. Білім болмаса, ит тіршілікке байланып, надандықта қалып қояды. Сондықтан хат танып білім жинау үмбетіңе парыз болмақ. Үшінші дәрия ақыл дәриясы. Ақыл білімнің сауыты деген. Екі дүниені қатар барлайтын ақыл нұры болмаса, құр білімнен пайда жоқ. Ақылсыз білім хақты тануға жол бермей, пендені тәкаппарлық дертіне ұрындырады. Сондықтан үмбетіңе жаралыстан ғибрат алып, үнемі ойланып ақыл айнасын нұрландыру міндет болмақ. Төртіншісі мейірім шапағат дәриясы. Ақылды үмбетіңе бұл дәрияның хикметі дарымаса, суық ақылға бой алдырады. Ондай адамның көңілі қатайып, мейірім шапағатқа кедей болады. Сондықтан мейірім шапағатсыз, махаббатсыз ақыл тұл. Бесінші дәрия бейнет дәриясы. Бұл дәрияның хикметі қонғанда адам күш қайратын адамзаттың игілігіне жұмсайды. Жинаған білімі мен мол тәжірибесін кейінгі ұрпаққа үйретеді. Осы жолда тер төгеді. Еңбек етіп халыққа қызмет етуден ләззат алады. Тақуалықта табанды болады. Алтыншы дәрия зейнет дәриясы. Бейнет түбі зейнет деген. Бұл дәрияның шарапаты тигенде ол үмбетің еліне құрметті болар. Жас кезде төккен ащы терінің тәтті жемісін жейді. Халқы ондай адамды төбесіне көтеріп сыйлайды. Жетіншісі имандылық дәриясы. Иман дәриясы дарыған үмбетіңнің жүрек көзі ашылады. Бұл кезде олардың кеудесінде жалғыз-ақ арман қалады. Ол Алланың дидарымен қауышу. Бұлар құлшылық қылғанда бейне бір ұлық Алланы көріп тұрғандай сезімде болады. Риядан толық айығып, көңілінде ақырет күнінің қаупі дүнияның уайымынан басым болады деді. Сонда пайғамбар: «Мен үмбетіме иман үйретіп жүрмін. Ал мына жерде иман дәриясы ең соңғы қабатта ағып жатыр. Бұл қалай?» деді. Сонда Мәкәйіл: «Жоқ, иман дәриясы соңында емес, керісінше ең жоғарғы сатыға қойылған. Осы 7 дәриядан түгел өткен үмбетіңе кәміл адам дәрежесі нәсіп болмақ», деді. Осы кезде пайғамбардың көңілі жайланып: «Я Алла, менің үмбетіме кәміл адам дәрежесі нәсіп болғай» деп дұға қылды да 7 дәриядан шалқып өтті. Бір кезде Мәкәйіл періште: «Досым Мұхамбет, мен енді әрі қарай ұша алмаймын. Қанатым күйеді. Менің міндетім сені осы 7 өзеннен өткізу. Әрі жүрсем Аллаға қарсы келген болам. Қайтарда сені осы жерде күтіп, 7 өзеннен қайта алып өтемін», деп пайғамбармен қош айтысты. Пайғамбар пырақпен одан әрі көтеріліп еді, бір үлкен періштені көрді. Ол періштенің басы 7 көктен асып, ғарышқа тиіп, ал аяғы 7 қат жер астындағы қақ тасқа тиіп тұр. Оны жай адамдар көре алмайды. Оны Алланың қалауымен тек пайғамбар ғана көрді. Ол періштенің аты Ысырапыл екен. Оны Сақибус-Сур, яғни сүр үрлеуші періште деп атайды екен. Оның көз жанары жиегінде күннің көлемінен 100 есе үлкен бір тамшы жас тұрды. Егер бұл жас жер жүзіне тамып түссе, бүкіл жер жаһанды түгел су басады екен. Нұх заманындағы топан су осы Ысырапылдың көзіндегі бір тамшы жасынан пайда болыпты. Ол 18 мың ғаламдағы от, су, жел, топыраққа жауыпты. Ол Алланың әмірімен күллі табиғат, әр алуан құбылыстарды бақылап отыр. Әй Ысырапыл, қияметтің періштесі, сенің сүріңмен қияметте барша адам қайта тіріледі. Менің үмбетімде тіріліп, Алланың құзырына барады. Сенен тілерім, менің үмбетім қияметте қиналмай тұрсын. Менің ақ туымды оңай тапсын. Өзің жол көрсет, деді пайғамбар. Сол кезде Ысырапыл: «Бір шартым бар. Егер үмбетің күніне 100 рет лә илаха иллалланы айтса, онда мен оларды қияметте оңай тірілтіп, сенің ақ туыңды адаспай табуына жол сілтейін», деді. Сосын Ысырапыл періште пайғамбарға жол көрсетіп, жоғары қарай өрледі. Ол да бір мекенсіз жерге келгенде: «Я Алланың сүйікті досы, мен әрі қарай ұша алмаймын. Қанатым күйеді. Енді сені Мәләкүл Мәут жеткізет», деді. Мәләкүл Мәут өлім періштесі Әзірейіл еді. Пайғамбарымыз пырақпен самғап отырып жоғары көтерілгенде, Ысырапылдан да өте үлкен періштені көрді. Әзірейіл қолындағы қағазға қарап тұр екен. Оның алдында алып бәйтерек өсіп тұр. Әр жапырағында тірі адамдардың есімдері жазылған.
Әзірейіл алдындағы табаққа түскен жапырақты екі жағындағы періштелерге табыс етуде. Оң жақтағы періштеге оң қолмен алған жапырақты, сол жақтағы періштеге сол қолмен алған жапырақты беріп отыр. Әзірейіл пайғамбарды көріп, иіліп сәлем берді. Пайғамбар жапырақта не сыр бар екенін сұрады. Сол кезде Әзірейіл: «Я пайғамбар, бұл бәйтеректің жапырағы үзілсе, жердегі бір пендеге ажалдың жеткені. Егер ол ізгі адам болса, оң жақтағы періште жанын алады. Егер зұлым болса, онда сол жақтағы періште жанын алады» деді. Пайғамбар қайғырып Әзірейілге: «Менің үмбетімнің жанын қинамай ал» деп өтінді. Сол кезде Әзірейіл: «Ұлық Алла маған Мұхаммедтің үмбетінің жанын қинамай ал деп күніне 70 рет ескертеді. Бірақ бір шартым бар. Үмбетің Мұхаммедтің атына сансыз салауаттар жолдауды сүндетіне енгізсін. Егер солай жасаса, сен қайғырма, жандарын ауыртпай аламын» деді. Пайғамбар жадырап сала берді. Әзірейіл періште де пайғамбарға жол бастап жоғары өрледі. Бір жерге келгенде ол да: «Ей Алланың хабибі, бұдан әрі бара алмаймын. Менің рухани болмысым Алла дәргейіне мұндай жақын баруға жаралмаған. Осы арадан қайтам. Әрі қарай ұшсам, Алланың нұры қанатымды күйдіреді» деді. Пайғамбар пыраққа мініп жалғыз ұшты. Аршыдан өтіп үлкен дарияға тап болды. Сол жерге келгенде пырақ: «Ей Мұхаммед, мына дариядан мен түгел бірде-бір періште өте алмайды. Дарияның шеті мен шегі жоқ. Ұшқан мақұлық дарияның ортасына да жете алмайды. Сондықтан мен әрі қарай алып ұша алмаймын. Сені осы жерде тосамын» деді. Мұхаммед пырақты қоя беріп, дарияның жағасына келгенде ғайыптан жайнамаз пайда бола кетті. Ол адамша тіл қатып: «Ей Мұхаммед, менің үстіме мін. Мен сені дариядан өткізіп Алланың дәргейіне жеткіземін» деді. Пайғамбар жайнамазға мініп екі бас намаз оқыды. Жайнамаз ұша жөнелді. Көзді ашып жұмғанша оны дарияның арғы бетіне жеткізді. Намаз мұсылманның миғражы деген нақыл сөз осыдан қалса керекті. Жайнамаз бен пырақтың ұшу қарқыны аспан мен көктің парқында екен. Жайнамаздың жанында нұр пырақтың шабысы жаяу жүргендей сезілді. Пайғамбар жайнамазды тастамай миғраждан үмбетіне ала келді. Пайғамбардың ғаршы ағлаға көтерілуі. Пайғамбар ғаршы ағлаға келсе, шет-шегі көрінбейтін үлкен бір перде тұр екен. Жайнамаз одан өтіп барып кілт тоқтады. Пайғамбар жайнамаздан түсіп 99 қадам басты. Әр қадам басқан сайын Алланың бір есімін айтып ұлықтап отырды. Осыдан бастап Алланың 99 есімі дүния адамдарына мәлім болды. Бір жерге келгенде ұлық Алладан махаббат пен мейірімге толы достық пейілдегі дауыс естілді: «Ей менің хабибім, сүйікті досым, қош келдің». Пайғамбар дауысты естігенде жүрегі езіліп жанарына жас толды. Қолын жүрегіне қойып басын иді. «Ассалаумағалейкум Тәңір тағалам, жасаған ем» деді, жүрегі қуаныштан жарыла жаздап. «Уағалейкум ассалам» деді рахмани әуес. Сосын: «Әй досым, маған қандай сыйлық әкелдің» деп тағы да үн қатты. Сол кезде пайғамбар: «Я Алла, дүниеде ұлықтығыңа лайық ештеңе таппадым. Өзімнің жан жүрегімді алып келдім» деді. Сол кезде Алла тағала: «Менің де күткен сыйым осы. Таза жүрек, кіршіксіз көңіл, кеңпейіл мен үшін ең үлкен сый» деді де: «Тағы не әкелдің?» деп сұрады. «Қарабет үмбетімнің күнәләрін ала келдім. Оларға мейірім шапағат ет. Күнәләрін бетіне баспа. Менің үмбетім заманның ең қиын кезінде ақиқат алаңында сыналады. Оларға залымдармен күресу қиынға соғады» деді. «Мақұл, дегенің болсын. Олардың күнәсін шапағат суымен жуып кетіремін. Заманның қиындығына орай үмбетіңе сан түрлі жеңілдіктер жеткеремін. Басқа қандай тілегің бар?» деді. «Олардың бәрін жәннатқа кіргізсең деймін». «Кіргізем. Тек оларға қояр шартым бар. Жаратушы ием, шарттарыңды айт. Қарабет үмбетіме өсиет етіп қалдырайын. Біріншіден, үмбетің менің бірлігіме шүбә келтірмесін. Екіншіден, ата-анасын сыйласын. Олардың менен кейінгі жаратушысы солар. Үшінші, өлгенше надандықпен күресіп өтсін. Ілім іздеп ғылым игеру ендігі заманда үмбетіңе парыз болады. Төртінші, әділдіктің туын жықпасын. Күллі адамзаттың теңдігі үшін күрессін. Бесінші, ұрпағына рухани тәлім тәрбие беруді міндет деп санасын. Адамзаттың азғындауына жол бермесін. Алтыншы, елі мен жұртының бейбіт өмірі мен берекелі тіршілігінің тұтқасы болсын. Елдің ынтымағын ойламаған ізбасарың мені бір деп тани алмайды. Жетінші, бөтеннің айыбын ашуға емес, жабуға бейім болсын. Ақысына ақыретте мен де оның айыбын жабам. Сегізінші, жазықтыны жазалауға емес,
кешіруге асық болсын. Себебі мен жазалауды емес, кешіргенді сүйетін мейірімді Алламын. 9. Бөгде жұрттың сенім нанымын кекетіп мұқатпасын. Кемсітуге ұшыраған халық надандықпен исламды сөгетін болады. 10. Үмбетің сенің көркем мінез құлқыңды үлгі қылсын. Сондықтан да мен сені ерекше көркем мінездетіп жараттым. 11. Үмбетің басына қандай сынақ түссе де, менен үмітсіз болмасын. Менің дәргейімнен Ібліс қана үмітсіз кеткен деді. Жаратушының шарттарын пайғамбар қабыл алды. Қуанғаннан ұлық Аллаға мақтау айтты. Сол кезде ұлық Алла, менің сүйікті досыма құрмет көрсетіңдер деп әмір еткені сол еді, ғайыптан үлкен сарай сансыз періштелер пайда болды. Ұлық Алла, әй Мұхаммед, сарайға кір, қонақ бол деді. Пайғамбар сарайға кірді. Періштелер оған алтын табаққа салып, дүр гауһардан шашу шашып, құрмет көрсетті. Пайғамбар бұл сияпатқа таң-тамаша болды. Себебі мұндай құрметті алғаш көрген еді. Сол кезде ұлық Алла, сенің келгеніңе барша періште қуанып жатыр. Менің сүйікті қонағым барлық сияпатқа лайық деді. Сол кезде пайғамбар, менен өзгеде сыйлы қонақ бола ма деп сұрады. Ұлық Алла, жүрегін таза ұстаған салихтар, қылдай қиянаты жоқ момындар, қияметте менің құрметті қонақтарым деді. Сарайдың ішінде шет-шегі жоқ ақ дастархан жайылыпты. Пайғамбар дастархан басына жайғасты. Күллі періште қызмет етуді мәртебе санап, тікесінен тік тұрды. Ұлық Алла періштелерге, менің сүйікті пайғамбарымның шынтағы мамыққа тиісін деді. Періштелер Мұхаммедтің оң бүйірінен жастық әкеліп қойыпты. Содан бастап мұсылман қауымында қонаққа жастық ұсынатын дәстүр пайда болыпты. Алла тағала пайғамбарға, достым, сен не қалайсың? Бүгін сұрағаныңның бәрін берем. Мен сені екі дүниенің нығметіне қатар бөлеймін. Мына дастархандағы ас-ауқат жәннаттың ең асыл тағамдарынан саған арнайы дайындалып жасалған. Дастарханнан дәм ал деді. Сол кезде пайғамбар, менің үмбетім де осы дастарханнан үлес ала ма деп сұрады. Жоқ, тек сен ғана. Мен бұл тағамдарды сенің бір өзің үшін ғана әзірлеттім. Олай болса, үмбетіме бұйырмайтын ас-ауқаттан тойып ішуге менің ар-ұятым жібермейді деп дәмге қол созбай отырып алды. Онда мына дастарханды саған сыйлыққа берем. Ішіне ырыс, дәулет, берекені жасырдым. Үмбетіңе айт, егер дастарханын таза ұстап, адал асқа ғана жаятын болса, күллі ырысты сол дастарханнан табат деді. Пайғамбар дастарханды өзімен бірге Миғраждан ала келіпті. Үмбетіне шаңыраққа береке кірсін десеңдер, дастарханға арамас жолатпаңдар, аяқ асты етпеңдер деп өсиет қалдырыпты. Миғраждан қайтар сәтінде ұлық Алла періштелеріне, Мұхаммедтің иығына зүмрет таспен безендірілген шапан жабыңдар, басына сәлде ораңдар. Сәлде ер үмбетінің қорғаны болсын деді. Періштелер пайғамбарға салтанатымен зерлі шапан жапты, басына сәлде орады. Сол кезде пайғамбар, сәлде ердің қорғаны болса, әйелдің қорғаны не болмақ деп сұрады. Ұлық Алла, әйел заты үмбетіңе орамал беремін. Орамал олардың әрі көркі, әрі қорғаны, әрі иба әдебі болады деді. Пайғамбар Миғраж сапарынан мұсылман үмбетіне 9 түрлі қасиет зат ала келіпті. Олар Құран, жастық, дастархан, шапан, сәлде, орамал, жайнамаз, сәлемдесу үлгісі, намаз екен. Мұны пайғамбардың базарлығы деп атайды. Ел арасында Құранды құрметтеу, дастарханды баспау, киім-кешекті, бас киімді орамалды аяқ асты етпеу, жастықты жайнамазды қадірлеу сияқты ырымдар осыған орай шығыпты. Алламен сұхбаттасып, махаббаттың мейіріміне қанғаннан соң, жайнамазбен Сидратул Мүнтахаға келді. Ол жерде пырақ күтіп тұр екен. Оған мініп 7-ші қат көкке келеді. Жолда Жебірейіл періште қайтадан серік болып қосылады. 7-ші қаттан төмен қарай сытылай түсіп отырып жерге оралды. Келсе, әлі түн мезгіл екен. Інісі ұйықтап жатыр. Пайғамбар, әй Жебірейіл, біз қанша күн сапар шектік деп сұрады. Сол кезде Жебірейіл періште, я Расул, Миғраждан келемін дегенше көбелек қанат қағып үлгермеді. Алланың уақытына пенденің сағат өлшемі жүрмейді. Жердегі 1000 жыл аршы ағылада көзді ашып жұмғанша зыр етіп өтеді деді. Пайғамбар Алланың әлі таусылмайтын тылсым сырларына тәнті болды. Мұхаммед пайғамбар Жебірейілмен пырақпен қоштасып жерде қалды. Олар көз ұшында аққан жұлдыздай боп зулап кете берді. Төсегіне қайтып келсе, жайы суымапты. Дұшпандардың Миғражды сынауы. Пайғамбар Миғраждан келген соң Қағбаның жанында жұрттың бәрін жинап, көрген білген оқиғасын айтты.
Дұшпандары мына әңгімені естігенде есі кете қуанды. Мұхамбеттің есі ауысқан, есалаң екені енді анық болды. Бұдан кейін айтқанын екі етпейтін ана Әубәкірі де пайғамбарсымағын тәуіпке қарататын шығар деп шуласты. Олар Әубәкірді ортаға салып, «Әй Әубәкір, Құдыс пен Меккенің арасы қанша күндік жол?» деді. «Түйемен жүрсе бір айшылық. Солай ма? Сенің ана Мұхамбетің жалаң аяқ, жалаңбас бір түнде Құдысқа жетіпті. Онымен қоймай 7 қат көкті кесіп өтіп, Алланың өзімен дидарласып қонақта болыпты. Бұған не дейсің? Осы сау адамның сөзі ме? Өзі солай деді ме? Иә, айтпағанды айтты деп, көрмегенді көрді деп жала жабатын бізді жәһіл деп пе едің? Жұрттың бәрін қағбаға жинап алып, жария түрде өзі айтып отыр». Пайғамбар айтса рас айтады. Менің жүрегімде қылдайда күмән жоқ. Ол бір түнде емес, бір мезетте барса да әбден мүмкін. Оның Алласы сондай күшті. Бір Меккеге бір жынды аз ет, енді екеу болдыңдар. Қотыр атқа соқыр ат жарасып қалды. Кім қотыр, кім соқыр, оны уақыт көрсетеді. Ал сендерге біздің жындылықты түсіну әлі ерте. Құдай көкіректеріңді ашсын. Бәріңе сондай ұлық дәреже тілеймін, деді Сыдық. Біз мұны адам деп айтып тұрсақ, сөйлеп тұрған сөзінің түрін қара. Керек ет бізге сол сиқыршының дәрежесі, деді де дабырласып қайтып кетті. Олар енді Мұхамбетті ортаға алды. Оған елді уақимен жынды қылғаның аз ет. Жаңадан ойлап тапқан миғраж ертегің құтты болсын деп кекетті. Сол кезде пайғамбар: «Бауырлар, мен ол жақта сендерді өте қиын халде көрдім. Меніңше бұл Алланың бұйрығы емес, алдын ала ескерткені. Арайларыңнан қайтыңдар. Әділдік пен мейірім махаббатқа оралайық. Бәріміз бауырмыз. Осы жасқа дейін менің бір рет өтірік айтқанымды естідіңдер ме? Осыған дейін мен біреуіңді алдап едім. Миғражға барғаным рас», деді. Надандар пайғамбардың жылы жүрекпен айтқан сөзіне жібіп қалды. «Жарайды, барсаң барған шығарсың. Құдайлар не істемейді? Құдайлар емес, бір Құдай деп сөйлеңдер. Ендігі жаратушы құдіретті бір деп танитын уақыттарың болды. Көп Құдай деп қасарса беру бәрімізді алауыз қылады. Бірлікпен тірлік қылайық, бауырлар. Жарайды, біз уағыз тыңдауға келген жоқпыз. Нақты сұрағымыз бар. Сұраңдар. Біздің арамызда Құдыста болған саудагерлер баршылық. Әл-Ақсаны олар да көрген. Сен енді мықты болсаң, Әл-Ақсаның сыртқы түргел бетін, айналасында не бар не жоғын айна қатесіз баяндап бер. Сыннан сүрінбесең, Аллаңды мойындайық», деді. Олар расында да пайғамбарды жіңішке жерден ұстады. Себебі пайғамбар түнде барғандықтан Әл-Ақсаның айналасын көрген жоқ. Қырсыққанда залымдар Әл-Ақсаның ішін емес, сыртын сұрап тұр. Бір сәт үнсіздік орнады. Үнсіздік созылған сайын олар бір-біріне қарап жымиып, ұсталды дегендей ишара жасасып, бір желпініп қалды. Кенет Жебірейіл қарсы алдына келіп қонды. Жүрегі соқыр надандар оны байқамады. Періште ғайыптан бір терезе ашты. Ол жерде Әл-Ақсаның сыртындағы әрбір ою өрнегі мен маңайындағы өсіп тұрған ағаш, гүлдерге дейін анық көрініп тұрды. Пайғамбар терезеге қарап отырып, шетінен суреттеп кете берді. Жебірейіл Әл-Ақсаның ең соңғы түйір тасы сипатталып болғанша тапжылмай отыра берді. Келгендер айтарға уәж таба алмай жер боп отырып қалды. Біреу тұрып: «Сен де талай керуенге ерген адамсың. Жас кезіңде Құдысқа барған шығарсың. Тіптен болмаса сонда болған бір мүридіңнен сұрап алған шығарсың», деді өзеуреп. «Тағы не сұрайсыңдар? Бұлтартпас тағы бір дәлел келтір». Жолда құмды дауылға ұшыраған бір керуенді көрдім. Бір түйесі зорығып өлді. Оның жүгін басқаларға бөліп теңдеп жатқан. Сол керуен бүгін түс ауа осында жетеді. Тексеріп көріңдер, деді. Мұсылманы да басқасы да түс ауа керуеннің жолын шыдамсыздана күтіп тұрды. Ақыр олардың төбесі көрінді. Пайғамбардың айтқаны дәл келді. Дұшпандары бұл сиқыршыға дауа жоқ екен деп үйлеріне тарап кетті. Екі тарапқа да қосылмай, әліптің артын бағып жүрген талай жұрттың жүрегіне тағы да ақиқаттың ұрығы аздап болсын шашылды. Уақыт ішіндегі уақыт. Пайғамбар Миғраж сапарын баяндап отырып, Миғражға ұшып бара жатқанда құмыраны шапанының шетіліп кетті. Ол құлап бара жатты. Мен ішімнен қап сүт төгілетін болды-ау, аққа обал болды деп уайымдап кеттім. Содан соң күллі ғаламды аралап шарлап шыққан соң Алланың дәргейінде қонақта болдым. Сапарым тәмам болған соң Жебірейіл мені пыраққа мінгізіп үйіме әкеп тастады. Үйге кірсем кетерде құлатқан құмырам әлі құлап болмапты. Дереу шап беріп ұстай қалдым да түзетіп нықтап қойдым, деді. Серіктері Миғраж оқиғасын тамсана тыңдап арман қиялдарына ерік беріп отырды. Олардың арасында жазу сызуды білмейтін қараңғылау бір құмырашы бар еді.
Ол өмір бақи Меккеде базардан басқа жерді көрмеген. Сұхбат бітіп пайғамбардың үйінен тарасқан соң, жолда келе жатып қасындағы көршісіне: Мұхаммедтің уағызы керемет, өзі де ғажап адам, қолы ашық жомарт, әсіресе Құраннан аят оқығанда тұла бойым шымырлап кетеді. Бірақ бүгін қатты әсерленіп кетті-ау деймін. Ана құмыраның қисайып, сонша уақыт ауада ілініп тұруы сәл ертегі сияқты. Сол құмыра сынды десе де сенеміз ғой, деді. Көршісі: әй бауырым, пайғамбардың сөзіне күмән қылма. Күмән иманнан айырады. Мұхаммедтің өтірік айтқанын қашан көрдің? Жоқ, сен мені дұрыс түсінбедің. Мен күмән қылып не болмаса өтірік айтты дегем жоқ. Аздап әсерленіп кетті деп жатырмын. Пайғамбар артық әсерге бөленбейді. Ол ақиқатты айнытпай айтады. Неге бөленбейді? Өзі де мен де сендер сияқты адаммын, Алланың құлымын деп жиі айтып отырады ғой, деп дес бермеді. Үйіне кірсе, әйелі қамыр жайып ас әзірлеп отыр екен. Ол ерін көрді де: үйде су бітіп қалыпты, бұлақтан бір шелек су әкеп берші, деп суға жұмсады. Ол ыдысын алды да тысқа шығып кетті. Беті ашық бұлақтан 2 шелек су алды. Кенет аяғы тайып кетіп балшыққа барып жығылды. Сырғып барып суға күмп ете қалды. Су ішінде бір мезет қана арпалысып денесін түзеп алды да басын шығарды. Қараса, бұлақ емес, арнасы кең дарияның жағасында арпалысып жатыр. Қарманып тырбанып жағаға шықты. Қараса, үстінде киімі жоқ. Жынысы әйелге өзгеріп кетіпті. Әуретті жерлерін жауып әуре болды. Шелегі де, ауыл аймағы да көзден ғайып болған. Ол түк түсінбей үрпиіп тұрды. Сәлден соң өзеннің жағасымен бір атты кісі кетіп бара жатты. Айғайлап оны өзіне шақырып алды. Оған болған жайдың бәрін баяндап әлек. Аттылы ішінен мына әйелді жын соғып кеткен екен. Еркекпін деген несі деп ойлады да, сұлу әйелді артына мінгестіріп алып кетті. Жолда кездескен тегін Олжаны өзіне қатын етіп алды. Олар 10 жыл отасып, әйел 5 баланың анасы атанды. Сол үйдің отымен кіріп күлімен шықты. Бір күні тапа-тал түсте тамақ дайындап жатып өзенге суға кетті. Келді де шелегін толтырып алды. Қозғала бергенде аяғы тайып кетті де өзенге жалп ете қалды. Ол суға жүзе алмайтын. Бақыруға шамасы келмей өзенге бір сәтке батып кетті. Жанталасып судың бетіне қалқып шығып еді, түн ортасында бұлақтың ішінде шылпылдап жатыр екен. Екі қолын тіреді де бұлақтан оп-оңай атып шықты. Қараса, баяғы бұлағы, шелегі қозғалмаған, бетіндегі суы дірілдеп, әлі толқып тұр екен. Жынысы еркек, таңғалып тұрып қалды. Есін жинап шелегін алды да үйіне қарай асықты. Арсын-күрсін кіріп келді. Әйелі: судың бәрін төге-мүге үйге жүгіргенін қалай? Біреу қуды ма, деді. Ол: әй қатын, менің кеткеніме неше жыл болды, деді. Есің дұрыс па сенің? Қайдағы жыл? Сен мен кеткенде қайда болдың? Қайда болған несі? Үйде отырмын. Мен 10 жыл басқа елде біреуге қатын болдым. Қатының не? Мен ғой бұл үйде қатын. Саған бірдеңе көрінді ме, деді әйелі. Сол кезде барып оның ойына пайғамбардың миғраж сапарына күмән келтіргені сап ете қалды. Алланың хикметі екенін түйсікпен ұқты. Тәубе етіп, шүкірлік қылды. Үңгір оқиғасы. Мұхаммедті өлтіруден басқа амал қалмады. Бірақ оның бір қаупі бар. Ежелгі дәстүр бойынша қанғаған деген салт бар еді. Өлтіргеннің өзі өлуі мүмкін. Әбу Талиб қайтқаннан кейін оның әулетіне Әбу-Лақаб жауапты болды. Ол Әбу Жәһілдің мүдделесі еді. Сондықтан залымдар пайғамбарды өлтірудің нақты жоспарын құрды. Олар: әр рудан бір адам шығарайық. Ана сиқыршыны жабылып өлтірейік. Егер 40 адам пышақ ұрса, құнығері біз болмаймыз. Сұраушысы болса, құнын халықтан өндіріп алсын, деді. Осылайша 40 рудан бір адамнан шығып түнде пайғамбардың үйіне келді. Жебірейіл періште олардың күбір-сыбырын Мұхаммедтің құлағына естіртіп қойды. Пайғамбар бейне бір оларды бір бөлмеде тыңдап отырғанда естіп отырды. Ол Ясин сүресін оқып далаға дем салды. Әп-сәтте ауланы қалың тұман басып қалды. Үйден кімнің шығып кімнің кіргенін адам біліп болмады. Пайғамбар шықты да жолда өзін күтіп тұрған Әбу-Бәкір екеуі Хира тауына қарай желе жөнелді. Кәуірлер Мәдинаға баратын жолға да торуыл қойды. Алда-жалда қашып шықса, осы жерде тұтамыз деп ойлады. Арасында да ала таңмен арпалысып, Әбу-Бәкір түйесімен желіп келе жатты. Ол пайғамбарды ала дорбаға салып, түйенің бір шетіне теңдеп алған. Қарулы жасақ оны оп-оңай қоршап алды. Әй Әбу-Бәкір, қайда тарттың? Жүрсің суыт қой, деді. Мәдинаға. Не үшін елден бездің, әлде қашып бара жатсың ба? Ерлердің бір ісі қашумен бітеді. Қасынан бір елі ажырамайтын пайғамбарың қайда? Бізге Мұхаммед керек. Сенде ісіміз жоқ, маған десең жер ауып кет, деді. Әбу-Бәкір өмірінде өтірік айтып көрмеген еді. Ол тек қана шын сөйлейтін болғандықтан ел оны сыдық, яғни шыншыл деп атайтын. Сол кезде Әбу-Бәкір:
Пайғамбар мына ала қанардың ішінде отыр деп шынын айтты. Жасауылдар біздің жігіттер ендігі Мұхамбетті үйінде пышақтап өлтіргенде шығар деп сеніп тұрған. Олар, Мұхамбет қасында болса қанарға салып емес, төбеңе отырғызып қашарсың. Сенің мына қанарыңның ішінде адам тұншығып өлер. Жолынан қалма, Мұхамбет артыңнан көп кешікпей жетіп қалар деп қарқ-қарқ күлді де Әбубәкірді босатып жіберді. Бұл оқиға пайғамбардың есінде мәңгі сақталып қалды. Мына өтірік айтуды білмейтін Әбубәкірім мені сәл болмағанда дұшпандарыма ұстап бере жаздаған. Тек шын сөйле дегенде осылай да сөйлей ме екен? Әй бір зәремді ұшырдың-ау сол жолы деп есіне алып, сахабаларын күлдіртіп отырушы еді. Меккедегі қалың тұман таң ата тарады. Залымдар пайғамбардың үйін қоршап келе берді. Сол кезде есік ашылды да үйден Әзіреті Әлидің бір өзі шықты. Дұшпандар Мұхамбеттің тұманда қоршаудан шығып кеткенін білді. Олар ізгесетін атақты аңшыны алдына салып, шапшаң ізге түсті. Ізгесуші қараңғыда қарсақтың ізінен жаңылмайтын нағыз әккінің өзі еді. Пайғамбар бұл кезде Хира тауына жетіп үлгерген еді. Олар бір үңгірдің ішіне кіріп тығылды. Әне-міне дегенше қуғыншылар да келіп жетті. Олардың дабырлаған дауыстары іштегі екеуге анық естіліп тұрды. Бір қарағанда пайғамбардың соңғы сағаты соққандай еді. Қуғыншылар ізге дәл түскендіктен қанжарларын қыннан суырып, пайғамбарды ұстаған бойда боршалап тастауға тас түйін дайын келе жатты. Қашқан із үңгірдің аузына келіп тірелді. Ізгесуші: олар осында отыр. Енді барар жер басар тауы жоқ. Осымен менің ісім бітті деп кері шегінді. Залымдар 10 қадам жерде тұрды. Енді бар болғаны еңкейіп қараса, жетіп жатыр. Үңгір тар болғандықтан қуыстағы екеудің тобықтары еңкейіп қараған адамның өзіне көрініп тұрды. Пайғамбарды сүйреп шығармаққа бекінген бір қаныпезер үңгірдің тап аузына тақап келгенде бір керемет және болды. Ғайыптан бір өрмекшінің торы тоқылып, үңгірдің аузын жауып қалды. Тордың тығыз тоқылғаны сондай, оның арасынан адам тұрмақ шыбында ұшып өте алмас еді. Жаңа ғана тоқылған өрмек деп ешкім айта алмас сірә. Өрмекті әбден шаң басқан. 3-4 күн бұрын торға түсіп жем болған жәндіктердің қураған өліктері торда ілініп толып тұр. Одан бөлек тордың бер жағында адам аяғын баспаса, өте алмайтын тар қуыста бір көгершін жұмыртқа басып жатыр. Оның да ұясы күннен әбден сарғайып тозып кеткен. Көгершіннің қанатының астынан сары уыз балапанның тұмсығы көрінді. Ұлық Алла Мұхамбеттің нұрынан 18 000 ғаламды жаратқан соң, бір көгершін мен өрмекшіні жер бетіне жіберіп жатып: әй көгершін, менің Хабибім Мұхамбет ақырдың соңында дүниеге келеді. Ол дұшпандарынан қашып Хира тауының үңгіріне бой тасалайды. Сол кезде сен үңгірдің аузына ұя саласың. Ал сен өрмекші, сол сағатта өрмек тоқисың. Екеуіңе соған дейін жетерлік ғұмыр жазамын деп әмір еткен. Өрмекші мен көгершін озалдан бері пайғамбардың келуін күтіп жатқан. Екі жәндік міндетін мінсіз атқарып жатты. Қаныпезер оларды көріп кілт тоқтады. Ол: әй есалаң, сен бізді қайда алып келдің? Мынау атам заманғы үңгір ғой. Бұған адам баласы аяқ баспағалы қай заман, деді ізгесушіге. Үңгір ескі болғанымен із жаңа ғой. Басқан ізі суылмаған екеудің табаны таң ата осы үңгірге келіп тірелген. Шыққан із жоқ. Енді саған не керек? Онда неге құстың ұясын таптап кетпеген? Мен қазір үңгірге кірер болсам, мына ұяны таптап қана кіре аламын. Олар не, ұшып өтті ме? Амалын тауып аттап кеткен шығар. Солай болсын делік. Өрмекшінің торына не айтасың? Жаңа тоқылғанға ұқсамайды. Шаң басып қалыпты. Егер олар бүгін кірген болса, мына торды үзген болар еді. Көп сөзді қайтесің. Еңбектеп барда еңкейіп қарасайшы. Тар үңгірдің түбі көрініп тұр ғой. Екеуін желкесінен сүйреп шықта боршалай бер. Қаласаң отқа тірідей пісіріп же, деді ізгесуші селт етпестен. Іштегі екеу бұл сөздің бәрін анық естіп отырды. Әбубәкір демін іштен тартып, пайғамбарды қапсыра құшақтап, ескерткіштей қатты да қалды. Расында да үңгірдің аузына еңбектеп келіп еңкейіп қараса, жетіп жатыр еді. Бірақ олай істеуге надандардың кібірлігі жібермеді. Себебі олар 10 жыл бойына мұсылмандардың еңкейіп сәждеге баратын намаздарын ең абыройсыз құлшылық деп санайтын. Өздерін тірі құдай сезінетін меккеліктер үшін бұл дүниеде кісінің көзінше еңкейіп тоңқайғаннан артық қорлық жоқ еді. Қаныпезер ішінен: қазір еңкейсе мыналар мені кейін сәжде жасап мұсылман болды деп мазақ қылады-ау. Тіпті мен туралы өлең шығарып елге таратып жіберуі де мүмкін. Сосын кімнің аузына қақпақ боласың деп сақтық қылып тұрды. Ол артына қарап: әй, қайсың барсың үңгірге еңкейіп үңілетін, деді. Кісі баласының алдында иілуді өліммен тең көретін кілеңгі бір оқтау жұтып алғандай қақайып тұрып алды. Сенгір, жоқ сенгір деп бір-бірін итерді. Бірақ ешкім еңкейгісі келмеді.
Жалған намысқа шырмалған тобыр жол бастап келген аңшының өзін сөге бастады. Сені жалдаған біз ақмақ, өрмекші торлап тастаған ескі үңгірге несіне ертіп келдің деді. Олар бәрі жабылып аңшыны мазақтай бастады. Ол үңгірде екеудің отырған анық білсе де, аналардың мазағына шамданып үңгірге кірмей үндемей тұра берді. Біз білетін айлакер Мұхамбет болса, бұл жерге тығылмас. Оны осыншама ақмақ деп ойлаудың өзі ақмақтық деді де, дабырласып кері шегінді. Олар 3 күн 3 түн бойы Хира тауын тынымсыз сүзді. Ізгесуші, мықты болсаңдар өздерің тауып алыңдар деді де, Меккеге қайтып кетті. Пайғамбар мен жыланның серттесуі. Пайғамбар мен Әбубәкір үңгірде 3 күн отырды. Ең сенімді серігі пайғамбарға жылан шаян зиян зақымет қылмасын деп үстіндегі киімін парша-парша жыртты да тесіктерді бітеді. Бір қуысты бітеуге киім жетпеді. Оған жалаңаш аяғын сұғып бітеді. Таң ата іннің түбінен бір жылан Сыдықтың аяғын шағып алды. Әбубәкірдің 2 ерні көгеріп өлуге айналды. Оны көрген пайғамбар жылан шаққан жерді дереу пышақпен тілді де уытын сорып жерге түкіре берді. Сол кезде шаққан жыланның басы да көрінді. Пайғамбар: «Ей жылан, сен Әбубәкірді неге шақтың? Оның кім екенін білесің бе?» деді. Сол кезде жылан: «Я Алланың хабибі, амалымның жоғынан шақтым. Мен осы үңгірдің иесі едім. Сені күтіп жатқаныма неше мың жыл болды, білесің бе?» деді. «Менің келетінімді сен қайдан білдің? Мына үңгірдің аузындағы өрмекші мен көгершін жер жаралып, су аққалы осында тапжылмай жатыр. Бұлар не өлмейді, не ұшпайды, не балаламайды. Мен олардың жайын сұрадым. Сенің келетініңді солар айтты. Мені жаратқан ұлық Алланың сүйікті хабибін көру мен үшін зор бақыт. Ықыласыңа рахмет. Не тілегің бар? 2 түрлі датым бар. Бірі сенімен дидарласып тілдесіп қалу. Екіншісі Алла сені дүниеге рахмет ету үшін жіберген. Сол рахметіңнен менің ұрпағымда үлес алсын. Үмбетіңе айт, ұрпағымды бейберекет өлтірмесін. Дегенің болсын. Үмбетіме жыланды басына ақ құйып шығарып салыңдар деп өсиет қалдырамын. Достығымыздың белгісі ағарған айран болсын» деді. Содан бастап мұсылмандар үйге кірген жыланның басына ақ құйып шығарып салатын болыпты. Ал Әбубәкір пайғамбардың емінен соң тез оңалып аяққа тұрып кетті.